Бүгін миллиондаған мұсылман үшін 1448 хижри жылы басталды. Барша мұсылман қауымын жаңа хижри жылмен шын жүректен құттықтаймын. Хижри жыл санауы пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың игілімен сәлем болсын, Меккеден Мадинаға қоныс аударынан басталды. Бірақ хижра тек тарихи оқиға емес. Бұл сенім мен күмәннің, қорқыныш пен үміттің, тоқтап қалу мен алға қадам басудың арасындағы таңдау. Әрқайсымыздың өмірімізде өз хижрамыз бар. Біріміз білім жолына түсеміз, біріміз жақсы жаққа өзгереміз, біріміз жаман әдеттерден арыламыз. Ал енді біріміз өміріміздің жаңа парағын ашамыз. Бүгінде жасанды интеллект пен жаңа технологиялар әлемді жылдам өзгертіп жатыр. Алайда ең маңызды сұрақтар өзгермейді. Біз кімбіз? Біз неге сенеміз? Және адамдарға қандай пайда әкелеміз? Алла тағала жаңа 1448 хижри жылында баршамызға пайдалы білім, даналық, амандық, денсаулық, береке және көбірек игі іс жасау мүмкіндігін нәсіп етсін. Амин.